Армысыздар, әлеуметтік желі қолданушылары алғаш рет Тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінде адалдық алаңы атты YouTube подкаст жүргізу үстінде. Оны жүргізуші мен директордың бейіндік жұмыстар жөніндегі орынбасары Аралбаев Табиғат Маратұлы. Алғашқы біздің YouTube подкастымыздың жобасының тақырыбы қазіргі таңдағы өзекті болып тұрған мектептегі буллинг және буллингтің қалай шығып жатқандығы, буллингке оқушылардың әсері және буллинг туралы оқушылардың ойлары туралы сөз жүргізетін боламыз. Олай болса, бүгінгі біздің қонақтарымыз мектептің парламентарий мүшелері Сәрсенбай Әсем, Оразқожа Гүлназ, Оралбаева Аягөз және Абдыразақ Балнұр болып табылады. Алғашқы сұрағымыз мектептегі буллинг немесе буллинг сіздер қалай түсінесіздер? Саламатсыздар ма? Буллинг деген менің ойымша адамды келемеждеу, боғау сөздер айту, шектен шығару. Қазіргі таңда технология өте қатты дамып кеткен. Бұл дегеніміз буллингтің жаңа түрлері де шығып кетті деген сөз. Буллингті түскен адам өзіне өте қобалжу болады және де өзіне сенімсіздік артады. Бұл баланың суицидке апаруына соғады. Жақсы, сіздердің ойларыңыз? Менің ойымша, мектепте буллингтер өте көп болады және де бұның барлығы балалардың психологиясына кері әсер тигізеді. Яғни буллинг бұл адамдардың бір-біріне зәбір көрсету. Жақсы. Егер мектепте буллингті осындай күннен уақыт санап көбейіп жатқандығын ескере отырсақ, оны жоюға кімдер атсалыса алады? Мектептегі буллингті жоюға оқушының барлығының өз және сол мектептегі мұғалімдер, мектеп психологтары және де бұл тарапта ата-аналардың мотивациясы өте маңызды. Сол қоғам барлығы бірігіп, менің ойымша буллингті жоюға үлес қосады. Ойларыңыз, оқушылардың буллингке ұшырауы қазір көбею үстінде деп жатсыздар ғой. Сонда оқушылар психологиялық тұрғыдан әлсіз болып жатыр ма? Менің ойымша, иә, себебі қазіргі таңда көптеген бала осы буллингке ұшырау арқылы, яғни өзінің психологиясын бұзып алып жатқандар өте көп. Яғни негізінен адамға ең жақсы психолог ол адам дейді ғой, сол себептен де әрбір бала негізі психологқа жолығып немесе ата-анасымен сөйлесіп, яғни өзінің психологиясын дұрыстап, өзіне сенімді бола білу керек деп ойлаймын. Бізде әлеуметтік желі қолданушылардан осы тақырыпты бастамастан бұрын осындай сұрақтар келген болатын. Сол сұрақтарды сіздерге қойып өтейін. Мысалға, сыныпқа Т деген оқушыға балағат сөздер айтып, оны мазақтаса, оқушы сыныпқа арыз жазу міндетті ме? Және оны қалай жүзеге асырады? Және ол балаға сіздер қандай көмек бере аласыздар? Өз ойларыңыз. Менің ойымша, негізі біріншіден бала психологқа жүгінуі қажет. Егер де ол жерде нәтиже болмаса, онда арыз жазу міндетті. Сіздің ойыңыз? Буллингке ұшыраған баланың ата-анасының тарапынан сыныпқа ескерту болу керек және де сол мектептің әкімшілігінің тарапынан, мектеп психологы, тәрбие завучтарының тарапынан сол сыныпқа, сыныптағы оқушыларға ескерту жасалу керек. Ал егер ондай ескерту берілмеген жағдайда заң органдарына шағымдану керек. Сол дұрыс болады. Жақсы. Көбінесе буллингке бізде жаңадан келген оқушылар көп ұшырайды екен, біздегі мәліметтерге сәйкес. Сонда тағы бір мынандай сұрақ келген екен. Сыныптастарын жаңадан келген оқушыны көпшіліктен бөлек ұстап, оны ортаға қоспай жүр. Кейбіреулер оған әдейі дөрекі сөздер айтып, менсінбей қарайды. Және бұл жағдайда ол не істеу керек және кімге бару керек, қандай ой айтасыздар? Менің ойымша, иә, бұл қазіргі таңда өте көптеп кездеседі бұндай жағдайлар. Ең алдымен негізі осы жаңадан келген оқушымен жалпы сыныптастары біріншіден ол психологқа барып негізінен кездесу керек секілді. Яғни сол психологқа бару арқылы мүмкін олардың қарым-қатынасы дұрысталып қалады. Немесе егер де бұндай жағдай бұл дұрысталмай жатса, оны ата-анасына немесе сынып жетекшіге ескерту керек секілді. Немесе сол сыныптастардың ішіндегі бір оқушы, сол жаңадан келген оқушымен жақсы қарым-қатынаста болатын болса, сол жанындағы сыныптастарында, яғни жақсы қарым-қатынаста араласа отырып, сол жаңадан келген оқушымен басқа өзінің сыныптастарында сол жақсы қарым-қатынаста болуға шақыра алады деп ойлаймын. Егер де сыныптастары әлі де сол дөрекілік қоймайтын болса, онда әрине оны қажетті органдарға немесе ескертулер беріп, солар айту керек секілді. Жақсы, сіздер мектеп парламентарий мүшелері болғандықтан осы бойынша сіздерге келіп, немесе арнайы ескертіп жатқан оқушылармен жұмыс жүргізіп көрдіңіздер ме?
иә, ол көптеген жағдайлар болды, бірақ біз жүргізген кезде, яғни біз дұрыс жүргізе алдық деп ойлаймын. Себебі бізге келген көптеген оқушылар осы жаңадан келіп, олар сыныптастарына кейде қарым-қатынаста дұрыс қарым-қатынаста бола алмай, немесе сол жаңа ортасына сіңісе алмай қалған кездер болды. Бірақ біз оларға яғни дұрыс жол көрсете білу арқылы, немесе солармен дұрыс қарым-қатынаста болу арқылы, олар қазіргі таңда яғни өзінің сыныптастарымен жақсы қарым-қатынаста деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі таңда сіздің бір сөзіңізде әлеуметтік желі және телефонның өзінде де буллингтің көп әсері бар екендігін ескертіп өттіңіз. Сонда телефондағы сөздер немесе балағат сөздер ол қоғамда қалай орын алып жатыр? Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені технология жағынан адамдар көбінесе өздерінің адамға айта алмаған нәрселерін көбінесе телефонға жазып жатады. Бұл комментарияларды оқыған адам өзіне ауыр қабылдап, өзінің сенімсіздігін жоғалтады. Бұл адамның өзіне тұрақсыздығын және де буллингке ұшырауына әкеліп соғады. Буллингке ұшыраған адамдар егер өзін буллингке ұшыраған білдірткісі келмесе, бірақ олда осындай күйзелістер болып жатса, оны сіздер оқушы ретінде немесе мектептің осындай белсенді оқушы ретінде қалай байқай аласыздар? Немесе оған қандай жағдай жасап бере аласыздар? Барынша онымен сырласа білу керек оқушымен. Бірінші қалай танисыздар сіздер? Ол оқушы қоғамдан өзін шет ұстайды, және де сыныптастарымен араласпайды, басқа қоғамдық орталарда оқушының белсенді түрлі мектепте жиындарда ол оқушы қатыспайды, өзі бөлек шет жүреді. Содан оқушының еңсесі түсіп, өзін сенімсіз ұстап жүргеннен оқушыны солай байқауға болады. Буллингке ұшыраған адам көбінесе депрессияда жүреді, өзіне сенімсіз, өзін ашық ұстай алмайды, еркін ұстай алмайды. Содан оқушыны тануға болады, ол оқушының қоғамнан шет қалып жүргенін. Буллингке мысалға өте жақсы оқитын оқушы ұшыраса не болады? Егер оның сабағы оған дейін 5 кәдімгідей өте жоғары деңгейде, бірақ белгілі бір жағдайда ол сыныптастарының арасында сондай буллингке ұшырады, арасы дұрыс болмай қалды, шынымен оның сабағына әсер ете ма? Иә, өте қатты әсер етеді. Себебі ол өзінің ойын нақты айта алмайтын болады, өте жабық болып кетеді. Сондықтан да өзінің дұрыс ұстай алмағандықтан өте жабық мінезге алып кетуі мүмкін. Әсем ханым, тағы бір әлеуметтік желіден мынандай сұрақ келіпті. Сіздің сыныбыңызда бір оқушыны күн сайын мазақтап, оның сыртынан күліп, дөрекі сөздер айтып жүр. Ол үндемейді, бірақ көзінен реніш байқалады. Осы жағдайда сіздің ойыңыз ол оқушыға эмоционалды тұрғыдан қандай кеңес бере аласыз? Мен ол оқушыға және осы көзіне реніш байқалатын, яғни буллингтің құрбаны болған оқушыға ең алдымен психологқа баруына кеңес берер едім. Сол психологқа бару арқылы ол өзінің ренішін айта алады, яғни өзінің ішкі сезімдерін босата алады. Ал одан соң сол сыныптағы дөрекі сөздер айтып, немесе сол өзінің сыныптасын буллингке ұшыратып жүрген оқушыларға да менің айтарым бар. Яғни олардың да психологиясы менің ойымша сәл бұзылған деп, немесе сәл ауытқуы бар деп ойлаймын. Яғни буллингті негізінен яғни санасы дұрыс адам негізінен көрсете бермейді. Әрбір сөздеріңізде егер буллингке ұшыраған оқушы жаңағыдай психологқа немесе мектеп әкімшілігіне бару керек деп жатсыздар да, бірақ сол ситуациядан оқушы өзі шығып, өзі шеше ала ма? Неге өзі араласып кетпейді ол? Міндетті түрде осындай қоғамда сол психолог керек, немесе міндетті түрде сынып жетекші, тәрбие орынбасары араласу керек па? Ол өзі осы ситуацияға ұшыраған соң өзі шеше ала ма негізі? Иә, шеше алады. Яғни буллингтің құрбаны болған бұл кісі ең алдымен өзінің эмоциясын дұрыстап алу керек. Бірінші мысалға күнделікке өзінің сезімдерін жазу арқылы ол өзінің ішкі эмоциясын дұрыстайды. Одан соң сол өзіне буллинг көрсетіп жүрген оқушыларға, яғни өз пікірін айта отырып, қайтадан өзінің қарым-қатынастарын дұрыстап, ары қарай да жақсы араласып кетуіне болады. Жақсы. Сіздердің ойларыңыз? Ол міндетті түрде біреуге бару керек па? Менің ойымша жоқ. Адам өзі бізде психолог тұрғыда өзін өзгерте алады. Егер де кейбір мәселелерге байланысты адамдар өзінің ішінде өкпе реніштерін бізде қағазға жазып алып қояды, және де соны өртеп мусорға тастаған кезінде бізде бұл адамдардың психологиясына жақсы әсер етеді. Яғни ол өкпе реніштерінің барлығын параққа жазып, оны өртеп жіберетін болса, адамның ішінде
бір керемет сезім орнайды десек те болады. Яғни Сіздің кеңесіңіз, Иә. Сіздің ойыңыз. Менің ойымша жоқ, себебі адам баласы өте әлсіз болады. Ол психологиялар, әр адамның психологиясы әртүрлі, әр адам өзін әрқалай таниды. Ал егер сол қоғамнан шет қалып, өзінің қатарластарынан, құрдастарынан жаман балағат сөздер естіп, өзін қоғамнан шет ұстайтын адам жан дүниесі күйреп кетеді, ал сол кезде ол тіпті өзін дұрыстамақты біліп, өз-өзіне жұмыс істеуге мүмкіндігі болмайды, өте қашып жүреді. Сондықтан оған сол кезде бір мотивация қолдау керек қоғам тарапынан, ол сол кезде ғана өзін дұрыстай алады. Сіздің ойыңыз? Негізі мен аягөзге қосыламын. Адам өз-өзін депрессиядан шығара алмайды. Өйткені бір адамның көмектесу керек. Менің ойымша ол ата-анаға жүгіну керек. Кейде ата-аналардың өздері теріс шығып жатады. Мысалға келетін болсақ, анам егер де сен осындай жағдай болған жатыр деп айтатын болсам, ол кейде айтады: сен өте әлсізсің, мұндай болма, бұндай нәрселерге ұшырама, сен кінәлісің деген сөздер кейде кетеді ата-аналардан. Бірақ бұлардың орнына егер де балам, сен барлығын жасай аласың, сенің қолыңнан барлығы келеді, мен сен үшін барлығын жасаймын деген сөздер болатын болса, адам өз-өзіне сенімділігі артады деп ойлаймын. Осы арқылы ол барлық қиындықтардан шыға алады. Жақсы, енді біздің осы подкастты аяқтау уақыты да келе жатыр, бірақ соның өзінде бір идеяны тастап кетсек, бізде айтады X ұрпақ, Y ұрпақ деген өзінің психологиялық тұрғыдан осындай ұрпақтар қалыптасу үстінде 1965-1984 жылдар X ұрпақ болса, 2003-ге дейін ол Y ұрпақ болып қалыптасты. Қазір таңда оқып жатқан оқушылардың жоғарғы оқушылар бізде Z ұрпақтың бертін келе олар қазір альфа ұрпақпен даму үстінде екен. Яғни олардың әрқайсысы даму шегінде альфа ұрпақта бір күйзеліспен бұрындары IQ жоғары оқушылар көп санасақ, қазір таңда EQ оқушылары өте жоғары ретінде қарастырылады екен. EQ дегеніміз сіздердің ойларыңызша ол эмоционалды интеллект, яғни эмоциясын басқара алатын адамдар буллингке көп ұшырамайды деп ойлаймыз. Яғни эмоциясын қазір таңда басқара алатын оқушылар қаншалықты көп немесе аз? Эмоциясын басқаратын оқушылар қазір өте аз, сондықтан ғана буллинг көбейіп бара жатыр. Қазір бұл адам өзі эмоционалды тұрғыда еркін сезінсе, өзінің біреу оған қарсы сөз айтатын болса, ол өзіне соған жауап бере білсе, эмоциясымен немесе өзіне айтылған бір пікірге жағымсыз эмоция білдіріп оған қарсы кереғар өзінің пікірін айтатын болса, бұл буллингке ұшырамас еді. Ал эмоциясын басқара алмай оған көз жұма қарайтын оқушылар көбіне буллингке ұшырайды. Сіздің ойыңыз? Менің ойымша да қазіргі таңда ондай оқушылар өте аз, себебі осындай аз адамдардың кесірінен бізде қазіргі таңда буллингтің саны шектеулі түрде артып жатыр. Яғни бұл оқушылардың психологиясының қазіргі таңда төмен екенін көрсетеді. Жалпы бізде эмоция, яғни бұл эмоция негізінен өте маңызды деп есептеймін. Себебі біздің яғни қабылдап жатқан 99% шешіміміздің барлығы осы эмоциямен шешіледі деп ойлаймын. Сол себептен де негізінен қазір шынымен де IQ-ның емес, керісінше осы эмоцияның заманы болып бара жатыр деп айтсақ та болады. Яғни әрбір адам өзінің эмоциясымен жұмыс жасай білу керек. Білім ол бізге керек, IQ барлығы керек, бірақ көптеген жағдайда біз осы эмоцияны қабылдайтын болғандықтан әрбір адам өзінің эмоциясын дұрыстап басқара алу қажет деп ойлаймын. Түйін сөзіңіз? Әрине, эмоция берілу өте жаман нәрсе. Өйткені әр адамның өзінің пікірі бар, ойы бар. Кейде бірақ адамдар жан-жағына ортасына қарай өзгеруі мүмкін эмоция арқылы. Мысалы, егер де жан-жағындағы адамдар оны тартатын болса жақсы жаққа, ол адам жақсы жаққа кетеді. Ал егер жаман жаққа тартатын болса, ол адам минус жаққа кете береді. Бұл эмоцияға да байланысты. Сонымен қатар ортаға да бұл нәрсе өте көп байланысты деп ойлаймын. Жалпы оқушыларды қазіргі таңда әлеуметтік желі, қоғамдық ортасы, ата-анасы және түрлі факторлардың барлығы оларға әсер ететіндігі көрінді. Сіздердің сөздеріңіз барысында мектептегі буллингке ұшыраған оқушылардың көпшілігі психологқа жолығу керек, арнайы бір мамандарға бару керек, тіпті мүмкіндігі болып жатса, өзі сол ситуациядан шығуға әрекет жасау керек екен. Олай болса, бүгінгі біздің алғашқы адалдық алаңы жобасы аясындағы мектептегі буллингтің оқушыға әсері тақырыбында сөз қозғаған ол Оразходжа Гүлназ.
Сәрсенбай Әсем, Абдыразақ Балнұр, Оралбай Аягөз және осы жүргізушімен Аралбай Табиғат. Сіздерді келесі аптада бұдан да қызық подкаст жобаларда күтетін боламыз. Әлеуметтік желі қолданушылары, рахмет.